Республикалық серпін 2050 жобасының өкілдері қараша айының 11-ші жұлдызы Қостанай қаласына ат басын тіреді. Делегация мүшелерінің құрамында болашақ бағдарламасы президентінің кеңесшісі Талғат Төлебайұлы мен жоба басшысы Гүлзия Қадырқызы болды. Алғашқыда қонақтар университет басшылығымен бірге білім орталығы ақпаратты оқу білім орталығын аралап, білім алушылардың оқу тәрбие үдерісін ұйымдастырумен студенттердің бос уақытын қамту жағдайымен танысты. Кейін нөмірі 2-ші студенттер үйіне барып, ондағы тұратын студенттердің әлеуметтік тұрмыстық күйлерін көріп қайтты. Аталған жоба бойынша білім алатын студенттермен кездесу жиынмен жалғасты. Жиында студенттер жоба басшысы Гүлзия Тобатаеваға көкейлеріндегі сұрақтарын қойды. Жиынның басты жаңалықтары серпіндіктердің шәкіртақысы өсіріліп, бакалавриат ғана емес, магистратураның да білім гранты бойынша оқи алады. Серпін 2050 бағдарламасының мақсаты мынау оңтүстік облыстар, Жамбыл облысы, Қызылорда облысы, Маңғыстау облысы, Алматы облысы, оңтүстік Қазақстан облысындағы ту қабылдаушы өңірлердегі 9 өңір, соның біріне мына Қостанай облысының өңірі кіріп тұрғандықтан бұл жерде бала туу пайызының төмендігі 40%, және жұмыс орнының көптігі. Бұл экономикалық, әлеуметтік мақсат. Бұл жердегі жұмысшы санының азаюы және әлеуметтік жағдайының сол өңірдегі келіп жатқан студенттердің көп балалы семьядан және әлеуметтік жағдайының төмендігіне байланысты осы жерге алып келіп, бұларға мемлекеттік тапсырыс бойынша грантқа білім беріп, мамандық алып беру. Сондай-ақ мемлекетіміз студенттерге болашақ бағдарламасы бойынша оқуларын шет елде тегін жалғастыруға мүмкіндік береді. Қостанай оқуға түскім келетін болатын. Сол кезде бастап арманды айтымын. Ал өзі іздегенге сұраған дейді ғой, біз өзіміз мектеп бітірген уақытымызда как раз осы серпін бағдарламасы шықты. Мен интернеттен қарадым, сонда осы Қостанай шаһарындағы ең жақсы өз қатарының алдында оқу орындарының бірі осы университет болғандықтан, мен 4 документімнің 4-еуін де осы универге жаздым. Сол себепті осына түстім мен. Жалпы біздің университетімізде серпін 2050 әлеуметтік жобасы былтырғы жылдан бастап жүзеге асырылған болатын. Қазіргі таңда 14 мамандық бойынша университетте 570 серпіндік студенттер білім алып жатыр. Гүлім Оразмағамбетова, Қуаныш Жанғожин, Арнайы жастар ТВ үшін.